Бүгін Бас прокуратураның және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы елшілігінің жәрдем беруімен қаржы пирамидасын басқарғаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту мақсатында Қазақстан азаматшасы экстрадицияланды. 2019-2021 жылдар аралығында күдікті Қостанай облысындағы Финико қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарып, нәтижесінде 40-қа жуық жәбірленуші 167 миллион теңгеден астам жалпы сомаға алданған. Қылмыстық топқа қатысушылардың бір бөлігі бұрын әртүрлі жаза түрлеріне сотталған, ал күдікті қылмыс жасалғаннан кейін Арменияда жасырынып, сол елде ұсталған. Қазіргі уақытта күдікті Ақтау қаласының тергеу изоляторына қамаққа алынды. Айып тағылған қылмысты жасаған үшін 7 жылға дейінгі мерзімге белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, мүлкі тәркіленіп, 5 жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген.